қазіргі заман мұғалім жан-жақты болу керек. Кезде арасында мысалы небір анайы сөздер болуы да мүмкін. Мысалы киносы болсын, отбасында или таныстарың туысқанның бәрі мұғалім болса, сен сол бағытты көздеп тұрасың и ары қарай соны жалғастырып екінші курс оқып жүргеннен бастап репетитор сәтіне айналса, бар ендіде жаңағыдай күлсе күліп, жаңағы ренжісе сол мәселелерді шешіп беруге тырысып, мұғалімнің қиыншылығы жауапкершілігі сол алдына келіп тұрған ұстаздан ол оқушы оның бір мәдениетін алуы мүмкін. Әр мұғалімді бір күнді ұқсамайтындай қызықты етіп өткізуге болады. Топпен бірігіп оны аударып. Қайырлы күн, біздің Teachers Media подкаст жобамыздың тұрақты да сүйікті көрермендері. Бүгін бізде кезекті түсірілім, бүгін өте керемет, қызықты сұхбат болайын деп тұр. Себебі бүгін бізде қонақта біздің мектебіміздің, яғни 202-ші мектеп гимназиясының мақтанышы. Тек қана аудандық, қалалық ғана емес, сонымен қоса республикалық ғылыми дарын жобасының жеңімпаздарының жетекшісі Темірбекова Алия апай. Сәлеметсіздермен, қош көрдік, рахмет. Бүгін біздің сұхбатымызға келіскеніңіз үшін үлкен рахмет. Уақытыңызды бөлгеніңіз үшін. Өзіміз отырып шай деген сұхбат, кішігірім беймарал отырып, бүгінгі сұхбатымызды бастаймыз. Ең әуелі өзіңізді кішігірім таныстырып өтсеңіз біздің көрермендерге. 202-ші мектепте ағылшын пәні мұғалімімін. Инияздың түлегімін. Өте тамаша. Подкаст мұғалімдер туралы болғандықтан тұрақты біздің бір сұрағымыз бар. Соны қоя өтсем, мұғалім деген кім сіз үшін? Ол өзінің ісін жақсы көретін және де өзінің білгенін оқушыларға, жан-жағындағыларға бөлісе алатын, түсіндіре алатын тұлға меніңше. Ал мұғалім қазір қандай болу керек? Мұғалім, қазіргі заман мұғалімі жан-жақты болу керек. Өнерден де, спорттан да, білімнен де және де өз саласын тереңінен зерттеген, цифрлық неге сауатты, сондай болу керек деп ойлаймын. Енді сіз неліктен мұғалім болуды таңдадыңыз? Енді мамандықтар өте көп, мүмкін сізге мектеп кезіңізде, студент кезіңізде сізге біреу бағыт-бағдар берген шығар, или бір мұғалім сізге шабыт сыйлаған шығар. Қазір өзіңізде мұғалім болып жүрсіз, сондықтан қандай мұғалім сізге шабыт сыйлады, немесе мұғалімдікті не үшін таңдадыңыз? Өзім мен анам мұғалім, ол кісі 35 жыл несі бар, стажы бар, бастауыш пән мұғалімі. Біздің жалпы өзіміздің осы нағашылардың жақтарында мұғалімдер өте көп, сол себепті шығар, мүмкін біздің өзіміздің сол мұғалімдік профессиясына жақын біз бір қадам жақынбыз. Ал именно ағылшын тілі пәнінің мұғалімі болу себебім енді өзімнің тілге қызығушылығы, ағылшын тіліне деген қызығушылық, сүйіспеншіліктің арқасында осы ағылшын пәнінің мұғалімдікке келдік. Отбасында или таныстарың, туысқанның бәрі мұғалім болса, сен сол бағытты көздеп тұрасың и ары қарай соны жалғастыру керексің. Бізде де дәл солай. Ал енді осы мұғалімдік жолына оралсақ, енді мұғалімдік жолы бір жағынан қиын, бір жағынан қызықты сәттер өте көп болады. Балаға білім беру саласында болсын. Осы өзіңіздің тәжірибеңіздің барысында қандай қызықты немесе қиын оқиғалар болды? Өзіңіз білім жолыңызды, мұғалімдік жолыңызды қалай бастадыңыз? Ең әуелден бастап осы мектепте жұмыс жасайсыз ба, немесе осыған дейін тәжірибелеріңіз болды ма? Студент болып жүрген кезден негізінде мұғалімдік жолы уже еңбек жолы сол уақыттан басталды, және мектеп деп айтсақ болады. Өйткені екінші курс оқып жүргеннен бастап репетитор сәтіне айналса, балалардың үйіне барып, мектеп оқушыларының үйіне барып, сөйтіп оқытып оқушыларды дайындап, сабақтарына көмектесіп орындауға ағылшын тілінен сөйтіп жүрдік. Кейіннен уже курстарда жұмыс жасап бастадық, сөйтіп частный мектептерде деген секілді. Ал государственный мектепте алғаш істеп жатқан мектебім осы 202-ші өзіміздің мектебіміз. Негізінде, мұғалім болу қиындық тудырмайды, бірақтан да оның өзіндік бір жұмыс барысымен болатын бір өзіндік қиыншылықтары, қызықшылықтары болады. Мысалы, балалармен жұмыс жасаудың өзі бір сол баланың деңгейіне түсіп,
солармен бірдей жаңағыдай күлсе күліп, жаңағыдай ренжіссе сол мәселелерін шешіп беруге тырысып, соларды түсініп, сол баланың деңгейіне, қай сыныптың баласымен жұмыс жасасын, сол баланың деңгейіне түсе білуі, оның өзі бір қызық процесс негізінде былай қарап келеді мысалы. Ал қиыншылығы, мен ойлаймын, мұғалімдіктің қиыншылығы ол профессияның жауапкершілігінде. Жауапкершілік ол үлкен, өйткені ол тек мысалы бір оқушыға немесе жеке басыңның өзіңе ғана емес, алдыңда қанша оқушы отыр, 30 оқушы болса, сол 30-ның барлығына деген ол сол мысалы таңертеңнен түске сынып жетекшілерді алайықшы, мысалы сынып жетекшілер уақытта таңертең сағат мысалы 8-де бала келе ма, сол 1:30-да оқушы қайдан дегенге дейінгі сол балаға деген жауапкершілік. Ол бір бала емес, ол қаншама балаға деген ол үлкен жауапкершілік. Ол жерде ол баланың сабаққа келіп қатысуы, жаңағыдай төбелесіп қалмай достарымен жүруі, жауапкершілік алып, мойнына алып, және біз мұғалімдердің бір артықшылығы ол жай ғана баланы тәрбиелемейді, ол мүмкін болашақ биік тұлғаларды, сондайларды тәрбиелейді деп ойлаймын. Сол үшін оның қиыншылықтары, жауапкершілігі өте жоғары. Өте тамаша, өзіңіз айттыңыз, енді жауапкершілік бар, тағы басқа мәселелер бар. Енді осы білім беру жолында қандай әдіс тәсілдерді қолданасыз? Біздің жас мамандарымыз болуы мүмкін, енді ғана қандай мамандық таңдасам, мұғалім болсам екен, болмасам екен деп ойланып жүрген адамдар болуы мүмкін. Соған өзіңіздің ақылыңыз айта кетсеңіз, қандай әдіс тәсілдер бар және мұғалімдік таңдау дұрыс па деп есептейсіз? Мұғалімдікті таңдау негізінде мұғалімдікке өзі жаны бұндай құмар, өзі бейім адам болса, онда ол адамнан керемет бір ұстаз шығар еді. Өйткені баламен тіл табысу, балаға жылылық бере алу, ол оқушыны түсіну, ол жерде тек өзіңнің жаңағы ағылшын пәні болса, тек ағылшын тілін ғана жақсы білу, меңгеру деген ғана сөз емес, ол жерде сен сонымен қатар психолог та бола білу керексің. Әр баланың жүрегіне, былайша айтқанда, жол тауып, әр баламен индивидуальный подход жасай алу да. Мысалы, ол бір сыныпта қазір мысалы әртүрлі оқушылар болуы мүмкін да, ерекше оқушылар да болуы мүмкін, өте гиперактивный оқушылар болуы мүмкін. Соның барлығына жол таба алу үшін бірінші кезекте ол өзінің пәнінен бөлек психолог болуы керек. Баланың тілін түсіну керек. Одан кейін барып уже өзінің білген білімімен балаға бөлісе білу керек. Осы нәрсеге икемі бар, бейімі бар адам болады, ол адам өзі бір бағытқа икемі болады, ол адам туа бітті бір өзі ішкі. Соған икемі бар адам болса, әрине неге мұғалім болмасқа, өйткені мұғалімдік болу деген ол өзіңді өмір бойына былайша айтқанда оқу, дамыту, және де білім беру, білім алу, тәжірибемен бөлісу, және де сол әрбір балаға беріп жатқан біліммен бөлісу, яғни тәрбиелеу, ол да бір былайша айтқанда үлкен бір сауапты істердің бірі да. Сондықтан негізінде өте қызықты профессия мұғалімдік болу деген. Сол себепті жастарға мамандықты таңдайтын кезде шатаспай, егер де мұғалімдік жолға өзінің жүрегі қалап тұрса, сол жолды қуып өзінің өмір бойына дамытып, білгенімен оқушыға бөлісіп, тек сол өз пәнінен ғана емес, жан-жақты дұрыс бағыт бере білу. Қазір мысалы өзіміз де айтып жатады ғой, үлкен мұғалімдеріміз, мысалы бір оқушы 6 сағат қатарынан мектепке келіп, мысалы ол университетте болсын, ол колледжде болсын, білім алуға келіп отырма, ол 6 түрлі мұғалімді көреді. Соның мысалы барлығынан бірдей бүкіл теориялық түрде білім алмауы мүмкін, бірақ әрбір сол алдына келіп тұрған ұстаздан ол оқушы оның бір мәдениетін алуы мүмкін, сөйлеу манерасы мүмкін, өзін ұстауы, жүріс-тұрысы, киімі ұнауы мүмкін. Мысалы кейбір мұғалім, соның барлығы былайша айтқанда балаға біз үлгі болатын адамдармыз, соның барлығы білім болып келеді былайша балаға. Сол үшін біздің алдымызда тәрбиеленген шәкірттеріміз, міне мен осы кісіге ұқсағым келеді деп жаңағыдай бізді өзіне бір үлгі тұтып жатса, ол да бір үлкен жетістік деп ойлаймын мұғалім үшін.
бұл өте үлкен жетістік. Және мамандық таңдаған кезде де менің ойымша мынандай адамдар болады. Біреулер өте қатты білімді, бірақ жеткізе алмауы мүмкін, бере алмауы мүмкін балаға. Ал біреулер жеткізу, сөйлеуі жаңағыдай өте жоғары деңгейде, сондайлар ойланбастан мұғалімдік таңдаса болады дейсіз бе? Және жаңағы атап өткен сұрақ, әдіс тәсілдеріңізбен бөліссеңіз. Ойын түрінде болсын, қазір енді дамып кетті, балалардың ойлау дәрежесі өте жоғары, жүйрік. Сол үшін қалай балаларды сабаққа қызықтыра болады? Бізде енді қазір мынау сабақ беру несінде екі түрлі әдіс деп айтып жатады. Әдіс болғанда мысалы заманауи қазіргі әдіс немесе жаңағыдай традиционный дәстүрлі әдіс деп айтады. Қазіргі балаларды мынау дәстүрлі әдіспен, үнемі дәстүрлі әдіспен сабақ беру арқылы көп жағдайда жаңағыдай дезмотивация болып қалуы мүмкін, балаға мотивировать ете алмай қалуымыз мүмкін. Сол себепті де заманауи тұрғыда балаларға неше түрлі жасанды интеллекттердің көмегімен, әртүрлі жаңа технологиялардың, программалардың көмегімен әр күніңді бір күніне жаңа ұқсамайтындай қызықты етіп өткізуге болады негізінен. Өте көп, ерекше, өте көп. Ал мен өзімнің жаңа сабақ беру әдісінің ішінде көбінесе басымдық беретін нем, ол мен жаңағыдай оқушыларға топтасып жұмыс жасау, бірігіп жұмыс жасау, сосын яғни ұстаз тек былай бүйтіп тапсырма беріп бағыт бағдар беруші гайдинг жасап отырады да, 70-80% бөлімді оқушы өзі ізденіп, жан-жақтан ақпаратты сөйтіп өзі алып келіп бір-бірімен бөлісу. Осы әдісті мен көбінше жоғары сынып оқушыларына көп қолданамын. Ол да бір жағынан оқушылардың жан-жақты ізденіп келіп, тек бір кітаптың көлемінде ғана шектеліп қалмай, өздерінің мысалы курстан алған, жан-жақтан алған білімдерін ұштастыра отырып, бір-бірімен жаңа қарым-қатынас құра отырып, солай ақпарат алмасып бір-бірімен. Осыған көбірек басымдық беремін. Ал негізінде сабақта кіші сыныптармен, нелермен сабақ өткен кезде сол әртүрлі сайттармен, мысалы Kahoot-пен болсын, Quizzes-пен, ойын әдістермен, флеш-карталармен солай сабақты өткізетін болсам, көбінше визуалды түрде болатын болса, мысалы видеоматериалдар арқылы сол оқушылар ақпаратты тез жақсы қабылдайды. Сол әдістерді көбірек қолданамыз. Мен де байқаймын, сабақ барысында ерекше қызықты ойындар алып келсең немесе дайындалсаң, оқушылар өте қызығып, апай, мен жасайын деген сияқты қызығушылық пайда болады. Өзің де мұғалім ретінде қуанып оқушыларға қарап отырасың. Өте керемет. Енді әдіс тәсілдеріңізге рахмет. Болашақта біз де қолданамыз. Сіздің осы уақытқа дейін жеткен жетістіктеріңіз атап өтсек, менің білуімше жаңа атап өткендей, біздің мектеп бойынша республикаға шыққан оқушыларымыздар жасанды интеллектті қолданып, кәдімгі мультфильмді аударған, менің білуімше сол туралы тереңірек айтып өтсеңіз. Негізінде еңбек жолымызды енді бастап сөйтіп жатырмын. Сол 7-8 жыл болды. Сол себептен әртүрлі әдіс тәсілдерді бақылап көру арқылы осы жаңағыдай проект туындады. Мысалы, ол оқушыларым менің 9-шы сынып, 8-9 сыныптардың аралығында сабақ өткен кезде, мысалы, мен бір юнитті алатын болсақ, мысалы, жаңағыдай не болсын, traveling and tourism деген секілді тақырып алатын болса, ол тек сол кітаптағы тақырып бойынша ғана өтпейді, сол жалпы тақырыптың өзін аламында материалдарды сырттан көбінше оқушылардың өзіне тапсырма ретінде беріп отырамын. Сондай бір оқушылар, яғни менің сабағымда әрбір сабағыма олар үлкен ізденіспен жан-жақты ақпараттар алып келіп, соны өзара бөлісіп, сөйтіп солай өтеді бізде сабақтар. Сол кезде сондай бір сабақтың түрі оқушыларға былтыр жаңа жылдың алдында кез келген жаңа жылға қатысты киноны алып, сол жерін өздеріңіз жаңағыдай аударып, қазақша болсын, басқа тілде, орыс тілінде болсын, соны ағылшын тіліне аударып, соны дыбыстық жасап алып келіңіздер деген тапсырма болатын. Сол тапсырма бойынша ол жерде 2 минут пен 5 минуттың аралығында деп берілді. Яғни целый бір
нені алмайды, оқушы киноны немесе мультфильмді алмайды, кез келген өзіне ұнаған жаңа жерінен топтық жұмыс, эпизодта топтық жұмыста, мысалы бір топта ең мықтылары, әлсіздері, қызығушылығы осы жаңағыдай жақсы балалар барлығы бірігуі мүмкін. Сөйтіп әрқайсысы сол эпизодта қанша роль, сол рольді жаңағыдай бірінші мәтінмен жұмыс жасайды, аударады. Сосын соны жаңағыдай оқып, произношениесін дұрыстап келтіреді, оны дыбыстап басады дауыстарын, сосын оны CapCut жаңағыдай несі арқылы, приложениесі арқылы соны монтаждап жаңағыдай бір-біріне қосып, кәдімгі бір үлкен толыққанды бір видео жасап шығарады. Соны жасап көрдік, сабақ уақытысында үй тапсырмасына берілген болатын. Бір апталық жұмыс, яғни мысалы дүйсенбі күні болса, пятницаға дейін жұма күнге шейін сол тапсырма орындап келу керек болған. Жақсы әдіс. Сөйтіп жасап алып келді, оқушылар көрдік, өте керемет. Мен даже өзім күтпеген результат болды, өте күшті шыққан балалардың жұмысы. Соны бұны неге әрмен қарай дамытпасқа деген сияқты. Өйткені оқушылар тарапынан өте қызықтай сұраныс арта бастады, оқушылар өзіне ұнады, апай тағы да жасайықшы деген секілді сондай нәрселер көбейді. Оның үстіне одан кейін өзімізге именно біз мультфильм, қазақша анимациялық мультфильмдерге акцент соған қойдық, себебі бізде мысалы сабақ кезінде ағылшын тілінде сондай бір видеолар, балалардың бір listening, жаңағыдай көтеру үшін, speaking процестерін көтеру үшін скиллстар қосатын кезде біз көбінше Netflix-қа жүгінеміз, арасында TED Talks-ны тамыз деген сияқты. Ол жерде кейбір мультфильмдер бар, балаларға көрсетуге мысалы кішкене болмайтын эпизодтар бар мультфильмдерде өте көп. Мысалы сосын жаңа көріп жатқан кезде ол жерде арасында мысалы небір анайы сөздер болуы да мүмкін, мысалы киносы болсын, ол жерде мультфильм болсын. Сол себепті біз мынау қазақша мультфильмдерде неше түрлі қазір соңғы кездері жақсы анимациялық мультфильмдер шыққан, мысалы батырлар жырына байланысты, қазақ хандығының құрылғанына байланысты, хандар туралы, батырлар туралы, жыр ертегілердің бұрын біз өзіміз кітаптан оқыған нәрселер, соны анимациялық мультфильм ретінде түсірілген күшті мультфильмдер негізінде көп. Соны мысалы жоғары сыныптардың оқушылары оны көруі де мүмкін, көрмеуі де мүмкін. Кітаптан қарап, оқып, ақпаратты алған бір бөлек, көріп мультфильм мысалы көріп алған ол басқаша жету. Мысалы ол бір жағынан оқушыға жаңа бір ақпарат болып тұр, бір жағынан балаларды жаңағыдай мотивация береді, қызығушылығын арттырып тұр да. Сөйтіп сол нәрселерге біз басымдық бердік. Сол қазақша мультфильмдерді көріп, топпен бірігіп, оны аударып ағылшын тіліне, ол жерде ағылшын тіліне аударған кезде оқушылардың грамматикасын жаңағыдай практика жүзінде қолданады, сөздік қорлары дамиды, ол жерде негізінде көп мынау скиллстардың барлығын дамытуға мүмкіндік береді болады. Бүкіл ішіне барлығы қамтылған. Одан кейін оны аударып болғаннан кейін оны аудару кезінде бірнеше мәрте олар өздері тексереді, оны қайта-қайта қателері болса кеткен қателермен жұмыс жасайды, vocabulary-ді жаңағыдай жақсартады. Ол жерде мысалы бір сөздің қайта-қайта қолдана бермей, ол сөздің синонимдерін іздеп балалар табуға тырысады. Сосын қазақша мақал мәтелдер, теңеу сөздер сондай болса, одағай сөздер соның барлығын бала мысалы күнделікті өмірде немесе ол кітаптағы мәтінмен оқымауы мүмкін, күнделікті өмірде ол оны қолданыста қолданбауы мүмкін, бірақ ол соны аудару кезінде бала ізденіске түседі да өзі. Сөйтіп соның барлығын аударып бітем дегенше былайша айтқанда баланың сөздік қоры дамиды ана жерде. Сосын оны аударып біткеннен кейін олар рөлдерге бөліп дыбыстайды, әрбір сөздің дұрыс айтылуына мән береді, әрбір жаңа рөлдегі персонаждың рөліне түсіп жыласа жылаған дауыс шығарып, көңілді болса көңілді дауысын беріп, ол былайша айтқанда балалардың актерлық жаңа шеберліктерін дамытады. Содан кейін олар әрине технологиялармен жұмыс жасау керек болады. Біз көбінше балалар CapCutпен жұмыс жасады, сонымен бүкіл видеоларды монтаждап, біріктіріп, сөйтіп бір үлкен бір өнім болып шығады. Осы проектті біз жаңағыдай республика ғылыми дарын жобасына алып барып, сол жерден жақсы нәтижеге жеттік. Бірінші ең әуелі аудандық неге өттіңіздер, осыны ары қарай қолға алдыңыздар, сол жағынан екі қызымыз осы мектепті телевизияға да шықты, мен білуімше республикалық бұл біз үшін және біздің мектеп үшін өте жоғары жетістік, өте керемет идея. Ары қарай дами берсін идеямыз, оқушылардың жетістікке жете берсін, жетістіктеріңізге қуанамыз. Және тағы бір сұрағым, алға қойған мақсаттарыңыз қандай?
мұғалімдік жол болсын немесе өзіңізді дамыту жағы болсын, өзіңізді қалай дамытқыңыз келеді деген сияқты болашақтағы жоспарларыңызбен ойларыңызбен бөлісіп өтсеңіз. Алдағы уақытта негізінде осындай тың балаларда өздері жаңалық қылып, өздерінің әрбір баланың бойында бір қызығушылық қабілеті болады ғой. Ол тіл барлық саладан да, мысалы, біздікі бір ұтымды жері тілдің, біз математика, біз химия, биология емес, біз тіл болғаннан кез келген тақырыпты баланың қысқа тақырыбын біз алып, жаңалық ретінде аштырып, оны жоба ретінде қорғата аламыз да балаға. Осындай көптеген жақсы дүниелер, бұрын сонда ашылмаған тың тақырыптарды ашып, зерттетіп, балаға жаңа бір ғылымға деген бір қадам жақындатсақ, осы не болып тұр енді. Өзіме бір қойған мақсатым сол болып тұр, балалардың жан-жақты дамуына дұрыс жол көрсетіп, дамытсақ деген. Ал өзімнің дамуыма келген кезде үлкен конференцияларға, международный конференцияларға қатысып, курстарға қатысып, осы мұғалімдік жолында өзімді әлмен қарай тағы да көбірек дамытқым келеді. Өте керемет. Сізге барлық жағынан сәттілік тілейміз. Сонымен қоса енді біздің мектеп жайлы толығырақ айта өтсеңіз, мысалға біздің мектептің артықшылықтары немесе кемшіліктері бар ма, или ұжым жайлы болсын, алғашқы келген кезде қандай сезімде болдыңыз, біздің мектепке оқушы не үшін келу керек, қандай бағыттарыңызды ескере отырып біздің мектепте оқыса болады деп ойлайсыз. Сонымен қоса мен ойлаймын, қазіргі таңда оқушыларға мүмкіндік өте керемет жасалынған. Робототехника кабинеті болсын, өзіміз отырған, мұндай мүмкіншіліктерді біздің кезімізде енді кішігірім мүмкіншілік болмай жатқан жағдайлар болуы мүмкін. И информатика кабинет болсын, сол жағын айта өтсеңіз біздің мектептің артықшылықтарын. Кез келген жұмыстың енді өзіндік бір ол ортаның, ол жердің өзіндік минустар мен плюстар қатар жүреді ғой енді. Бірақ ең алғаш рет өзім осы мектепке келген кезде ешқандай қиындықсыз жұмысқа кіруім, жұмысқа қабылданғаннан кейін жылы орта, басшылық тарапынан болсын, өзіміздің кафедра тарапынан болсын, барлығы білмеген нәрсемізді айтып, көрсетіп, үйретіп, сосын осы коллективке сіңісіп кетуімізге ең бір үлкен септігі тиген жастар ортасы. Біздің мектептің ең бір күшті плюсы деп айтатын едім, сол 70-80% өзіміз секілді жастар, ол жастармен де ортақ бір тіл табысу, ортақ бір мақсат қойып бірге жұмыс жасау өте оңайырақ болды. Сол жағы мектептің несіне келетін болсақ, оқушылар не себепті 202 мектепті таңдауға болады. Енді мектептің өзі аты айтып тұрғандай, мектеп гимназия, және мектеп емес гимназия мектебі, бұл жерде яғни білім беру сапасы да соған сәл тереңдетіліп, сапалы түрде білім беруге әрбір ұстазымыз тырысады. Әрбір мектепте жұмыс жасап жатқан ұстаздардың көптеген жетістіктері, оқушылармен болсын, өздері де барып қатысып жатқан жарыстарынан алып келіп жатқан орындар, соның барлығын ескере келе, мектептің білім беру сапасы меніңше өте жақсы, жоғары деңгейде. Сол себепті әрбір білім аламын деген білім алушыларға ойланбай келіп, жаңағыдай мектепке келіп оқып, білім алуларына қашан есігіміз ашық. Одан кейін тағы бір артықшылықтары деп айтсам болады, мектепте осындай барлық кабинеттерде толықтай жаңағыдай заманауи технологиялармен қамтылған, тақталарымыз бар, парта орындықтарға шейін барлығы жаңадан, әрбір оқушыға ремонты, даже мектепке кірген кезде мектептегі әрбір сыныптардағы өзіндік жаңағыдай несі, түстері, бояулары, қабырғалардағы әрбір суреттер, оған барлығы бойынша келгенде балаға сондай бір жақсы көңіл күйде білім алуға сондай бір жақсы атмосфера құрайды. Робототехника кабинеті арнайы робот жасап балаларды ынталандыруға барлық жағынан заманауи нелермен қамтылған. Сол жағы өте бір үлкен плюс. Жұмыс жасауымен жасайтын мұғалімдерге де, оқушыларға да бір керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Керек заттың барлығы қолыңда тұрған кезде сен шабытың да ашылады, жұмыс та жасағың келеді, қолмен осы роботтарды ұстап, ол өте ерекше. Және тағы да жан-жақты бізде сосын балалардың шығармашылық жағынан да дамуына
мектепте өте жақсы жағдай жасалынған, яғни бізде не көп, жаңағыдай қосымша кружоктар үйірмелер көп. Мысалы неміс тілінен үйретеді, түрік тілі бар, француз тілі бар, ағылшын тілі, орыс тілін, қазақ тілін айтпағанда жаңағыдай шет тілдерінен осы тілдерді мысалы балалар тегін келіп жаңа ұстаздардан білім алуға өте жақсы жағдай жасалынған. Спорттық үйірмелер қаншама көптеген спорттық үйірмелер ашылып, яғни көптеген оқушыларымыз жақсы жоғары деңгейде жаңағыдай жетістіктерге жетіп жатыр. Қол өнерінен болсын, барлық жан-жақты негізінде көптеген үйірмелер бар. Домбыра, вокал, би, оның барлығы былайша айтқанда мектепте тегін беріліп жатқан дүние, балалар келіп қатысып, жарыстарға шығып, өзін әрмен қарай жоғарғы деңгейде көрсете алады. Ең бастысы оқушыларымыздың ынтасы болса болды. Ынтасы болса барлық жағдай жасалады. Соңғы уақытта осы оқушылардың оқуына, білім алуына, жоғарылауына бүкіл мүмкіншіліктер беріп жатыр. Білім сапасында байқасаңыз талап та жоғары и жағдай да жоғары. Осы білім саласында бір нәрсені өзгертуге мүмкіншілік болса, нені өзгертетін едіңіз? Білім саласында ма? Немесе барлығы түгел, барлығы өз қалпында деп ойлайсыз ба? Өзгерту болғанда толықтыру керек. Көптеген қазір күн сайын технологиялар дамып, білім күн сайын білім саласы дамып жатқан кезең ғой енді әлем бойынша. Сондықтан бізге өзімізге Қазақстанға алып келу керек, енгізу керек нәрселер өте көп деп ойлаймын негізінде. Мысалы, соның бірін айтатын болсақ, балаларға, мектеп жасындағы балаларға мен өзім ойлаймын, кейде мына бір сабақты қосса керемет болар еді деген секілді. Жаңағыдай қаржылық сауаттылықты. Өйткені балалар қазір жан-жақты дамыған, мектеп оқушыларының өзінің бір жаңағыдай TikTok, Instagram желілері арқылы жаңа өздері бір не құрып контент жасап, қазірден бір бизнеске бір өздерінше бейім қазіргі бар жастар, өте бейім. Мысалы, апай мен өскенде мынандай істеймін, мен қосымша мынандай жаңағыдай магазин ашқым келеді, мынандай проект жасағым келеді дегенде балалардың қызығушылығы өте жоғары және олардың өздерінің мақсаттары бар. Енді соған қарай мектепте бір база сондай бір сабақ қосылса екен, сол қаражатты қалай жаңағыдай үнемдеу керек, тапқан қаражатты қалай үнемді жұмсап үйрену керек, және де сол қаражатты жинақтап, қалай сондай жаңағыдай не жобаларды жүзеге асыруға болады. Сол жағынан бір сондай сабақтар қосылса, балаларға меніңше үлкен бір плюс болар еді. Өте дұрыс айтасыз. Қазіргі әлеуметтік желінің бір плюсы ешқандай арендаға жер алуына қажеті жоқ, немесе еш жерді белгілі бір жерді сатып алуына қажет жоқ. Өзің неге отырып алып, сабағыңды сатсаң да, мысалға сондай проекттер ойлап табуға болады. Өте керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Рахмет, үлкен уақытыңызды бөліп біздің тұрақты көрермендерімізге өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліскеніңізге. Алдағы уақытта сізге және сіздің оқушыларыңызға тек табыс тілейміз. Үлкен жобалармен келесі жылы немесе келесі подкастта сізді күтеміз. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Мен де өте қуаныштымын. Сау болыңыздар.